Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы облысы Ұйғыр ауданы Илья Молотов Бақтияр атындағы номер 3 орта мектебінің химия пәні мұғалімі, педагог зерттеуші Айсарова Гүлмира Махмуджановна. Еңбек өтілім 13 жыл. Әрбір ұстаз үшін шәкіртінің жетістігі ол өз жетістігі деп есептелінеді. Мен бүгін сіздермен іс тәжірибемен бөліскім келеді. Қазіргі заман мектептерінің оқушыларына қойылатын талап та өте жоғары. Олар жоғары дәрежедегі құзыреттікке ие болу, өз бетімен өмір сүре алу және кәсіби қызметке шығармашылық тұрғыдан дайын болу керек. Оқушыларды ғылыми зерттеу және ғылыми практикалық қызметке қатысуын көздейтін бағыт барынша маңызды болуда. Қазіргі қоғамда оқушылар арасында ғылыми зерттеу конкурстары, дарын, зерде, тағы басқа ғылыми конкурстар ұйымдастырылып келуде. Міне, осы конкурстарға оқушыларды қатыстыру жөнінде педагог кадрларға да үлкен талаптар қойылуда. Педагогтар арасында ғылыми зерттеу жұмысымен айналысатын оқушыны таңдау, зерттеу тақырыбын таңдау қиын мәселелердің бірі. Ғылыми зерттеу жұмысымен айналысуға қабілетті оқушының бойында қандай қасиеттер болу керек? Ең алдымен, қызығушылығы басым, білімі өте жақсы, білімге құмарлық, ынталы, өздігінен жұмыс жасай алатын, төзімді, ізденімпаз, қиялы күші басым болуы керек. Ғылыми жұмыс бастаудың өзекті мәселелерінің бірі тақырып таңдау. Зерттеу объекті немесе тақырыпты таңдау ережелері. Тақырып оқушыға өте қызық болу керек. Тақырып шешімін тез табатындай, оқушыға пайдасы болатындай болу керек. Тақырып бойынша жұмыста ерекше қызықты элементтер болу керек. Тақырып бойынша жұмыс тез орындалатындай болу керек. Тақырып таңдау зерттеудің формасы мен әдістері оқушының жас ерекшелігіне, білім дәрежесіне сәйкес болу керек. Таңдаған тақырып бойынша зерттеудің күрделілігі деңгейін аса оңайлатудың немесе аса қиындатудың қажеті жоқ. Жас зерттеушінің зерттеу жұмысының күрделілігі өз деңгейінде жасауға тырысуы қажет. Осы жағдайда ғана оқушы жетекші педагогпен бірлесіп жұмыс жасау барысында жаңадан алған білімін, дағдысын тиімді қолданып, оларды ары қарай дамытады. Осындай нәтижелердің арқасында 2016 жылы аудандық жалпы орта білім мекемелері оқушыларының арасында ғылыми жоба байқауында таза табиғи ортта Қазақстан 2050 стратегиясын іске асырудың негізгі секциясы бойынша 8 сынып оқушылары Ниязов Ильхам, Хасанов Нұралым, Мырзахметов Ришат чипсидің адам ағзасына әсері тақырыбы бойынша ғылыми жоба қорғап, бірінші орынды иеленді. Оқушылардың алған тақырыбы бойынша ғылыми жобасы Есік қаласындағы Кіші ғылым академиясының докладтар тезисінде жарияланды. 2020 жылы аудандық жалпы білім беру мекемелері оқушыларының арасында дарын ғылыми жоба байқауында химия секциясы бойынша 10 сынып оқушысы Хасанова Наилям ас үйдегі алюминий қауіпті дұшпан ба немесе адал көмекші ме тақырыбында жобасын қорғады. Аудандық кезеңде жүлделі 1-ші орын, облыстық кезеңде 3-ші орын, республикалық кезеңнің қатысушысы болды. Сонымен қатар Хасанова Наилям Әл-Фараби атындағы халықаралық олимпиадаға қатысып, 1-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. 2021 жылы аудандық жалпы орта білім мекемелері оқушылар арасында дарын ғылыми жоба байқауында химия секциясы бойынша 9 сынып оқушысы Шерепидинова Шахрия көрінбейтін сия тақырыбында жобасын қорғап, ауданда 2-ші орын иеленді. Оқушымен шығармашылық жұмыс бастамас бұрын мұғалім өзіне төмендегідей талапты қойғаны дұрыс. Оқушыға психикалық көмек, ата-анасымен тығыз байланыста болу, зерттеуші оқушыға арнайы бағдарлама жасау және келісім шарт жасау, жұмыс істеу үшін тақырыпқа байланысты жаңа тың тапсырмалар беру, орындалуына талап қою, тапсырманың орындалу нәтижесін қадағалау, жұмысты қорғауға дайындау. Сонымен қатар менің оқушыларым аудан және облыс көлеміндегі республикалық олимпиаданың жеңімпаздары. Солардың бірегейі 10 сынып оқушысы Абдулаева Камила
2021 жылы республикалық олимпиаданың облыстық кезеңінде химия пәні бойынша 3-ші орынды иеленді. Бұлақ көрсең көзін аш деген ұлағатты сөзге сүйеніп, бар мүмкіндікті пайдаланып, баланың қабілетін, дарынын ашу және әрбір оқушының өз мүмкіндіктерін, қабілет және икемділігін таныта білуіне жағдай жасау мұғалімнің басты міндеттерінің бірі. Дарынды да қабілетті оқушыларға ғылымға баулып, ғылым арқылы егемендігімізді нығайтуға үлес қосайық, құрметті әріптестер.